киносының 9-шы сериясының түсіріліміне бара жатырмыз. Бізде артта актерлар. Қалайсыңдар? Дамир және Шынар. Че, аяқтарын ауырмады ма? Жоқ. Нормально? Оған аяқ қойды. Екінші секірген кезде. Қойдым и Дамирмен қайттан Кездесуіміз қиын болады да уже. 8 серияда. Қиындайды. Ол жерде біздің главный операторымыз Асылжан ағайларымыз. Біздің сол жердегі кейіпкерлеріміз, өздеріңіз сүйікті кейіпкерлеріңіз Дамир мен Шынар. Олай болса, түсірілім жалғастырайық. Турасында, короче. Турасында. Дамир, сен болмағансың деген сияқты. Көрдім. Дамир сенің болған. Жаңа мектептің жалпы басты идеясы қаяқтан басталды өзі? Жаңа мектептің ба? Жалпы идеясы. Білем, баяғыдан айтып жүретіңіз да? Бұл жаңа мектептің идеясы негізі 2018 жылдың аяғында құрастырылған. 2018 аяғында. 2018 жылдың аяғында құрастырылып басталған. 2019-да түсірілуге мүмкіндік болмады. 2020-да мүмкіндік болмады. То есть 2020-ның көктеміне жоспарланған. Мүлдем бөлек актерлармен, мүлдем бөлек съемочный процесс болатын болып жоспарланған. И ол кезде бізде мынандай ой болды. Жаңа мектеп деген сериал түсіріп, ол жаңа мектепті өзіміздің жаңа мектеп деген помещениемізде өзіміздің мектебімізде түсірілеміз деген ой болған. Карантинге байланысты ол жоспар іске аспады. Дегенмен әр нәрсенің бір қайыры бар дейді ғой. Жаңа мектеп деген киноны біз түптің бір жаңа мектепті түсірдік. 2020-ның аяғында бастап түсірілді. Актерский состав міне осылар, өздеріңіз көріп жүргендей. Сосын бұның түсірілім барысында неше түрлі қызықтар болды. Біздің алдыңғы пландастырылған идеядан түсірілім барысында идеялар мүлдем басқаша өзгерілді. Себебі актерский мыналардың шеберлігінің мықтылығына байланысты басқа идеяларды өзгерттік, локацияларға байланысты өзгерттік. Актерлардың өзінің образдарына байланысты тағы өзгерістері болды. Біз басында құрастырған кезде ойладық, Шынар мен Дамирді ғана главный роль көрсете береміз ғой деп. Но қасындағы ойнап жатқан актерлардың да шеберлігіне байланысты, олардың да жеке фанаттары, жеке көрермендері пайда болғанына байланысты, оларға да жеке-жеке образбен, жеке-жеке типаждармен, халықтың сұранысы бойынша дейсіз ғой? Барлық халықтың сұранысы. Бұл мектеп өзі нағыз түсірілім алаңын жасайтын мектеп қой. Бұл мектепті танитындарыңыз бар, танымайтындарыңыз бар. Жас қырандар деген, Жас қырандар деген кино түсірілген. Астана каналымен ба? Сол осы мектепте түсірілген. Қараңыздар, бір қарап өтіңіздер. Сол міне осы жерде түсірілген. Идеясын басында Мейрамбек Ағаділ біздің директорымызбен бірге құрастырылған идеясы жалпы. Осы идеяның түпкі басын осы Мәкең ойлап тапқан. Осының өзіне болса қалай деп. И короче, Валихан сен осының өзін қолға ал, істеп көр. Сосын мен ар ойланып, бер ойланып істеп қолға алдым. Сосын бұны маған жазуға Қарлығаш апай көмектеседі, сценарийін жазуға. Қарап. Кішкене жүрсеңші, жай. Жымай. Жымай. Болды. Сен қалай көрінесің? Мектепке келесің бе, әлде қалай? Мектепке уже келіп қойдым и Дамирмен қайттан Кездесуіміз қиын болады да уже. 8 серияда. Қиындайды. Көрермендер қалай ойлайды екен? Көрермендер негізі қалай ойлайды? Көрермендер байқаймын да, екеуі 13 серияда бәрі бірге қосып кете салсыншы дейді да. Ондай бола ма, ойын ба негізі? Негізі қосыла салсыншы дейді, маған менің не қалайсың? көпшілік көрермен енді киноның
андай сәтті болып бақытты болып аяқталғанын қалайды ғой. иә Ана Шынар мен Дамир қосылсыншы, осынша серия бойы жүрді ғой деген не келеді. Бірақ бізде 11-ші серияға дейін жаңа айттым ғой, синопсис, логлайн барлығы дайын тұрғандықтан ол кездегі идеялардың бәрі дайын тұр, сіздерге интрига болып қалсын ол кімнің қалай болатыны. Бірақ 11-ші серияда сіздер күтпеген оқиға болады. Жаңа сіздер 6-ші серияда көрдіңіздер ғой, иә? айтпайды, бірақ сонда интрига болсын. 6-ші серияда сіздер көрдіңіздер ғой, сіздер жаман деп ойлап жүрген Еркіннің на самом деле қандай бала болып шыққаны 6-7-ші серияда айтылды, иә? Ол на самом деле Шынар үшін жақсылық жасау үшін істелінген екен. Дәл сол сияқты күтпеген нәрселер орын алады. 11-ші серияда тоже солай. 8-ші, 9-ші серияларында жаңа кейіпкерлер қосылады уже. Дамир мен Еркіннің арасы жақсы болды, енді Дамирға кедергі жасайтын адам керек қой. Дәл сол сияқты Лола деген қыз пайда болды. Лола жалғыз қалмасын деп оның қасына тағы бір кейіпкер қосылады. Өйткені так көрермендерден бір ауыз сұрақ көрейік, қазір комментарийға жазып көрсін өзінің ойларын. Әрмен қарай қалай болады құрметті супер көрермендер, подписаться етіңіздер. міндетті түрде подписаться етіп, колокольчикті басып, астына комментарий қалдырып кетіңіздер. Сіздердің комментарий арқылы жұмыс жасаймыз. Біз қазір съемканың түсіретін жеріне келдік. Негізі кіруге болмай, Шетке қойып қоямыз. секіре алады ма, точно? Аяғы алып қоймасын, секіре аласыңдар ма? Секіре аласың ба? Айба? Анасы болды. Анасы секіріп жүргенбіз. Кел. Қыз жүргенбіз. Қыз жүргенбіз. Артына аяқтайды. Я қыз жүресің? Ақшасын не? Қызды мүнге жүресің? Қызды жіберген бір жақсы жері бар ғой. Екеуі жіберіп қуат жүресің. Есікте өзі кеткен өзі. Артына өзі жүресің десең ба? Есікке бір қарайсың, қытқытып алма. Есік ашылып өтеді. Ой, кесті секіріп. Мен бүйтіп сразу қолдасам да. Валь жаңағы свет жанмасаң. Жақын қақамасаң. Вот, пошли. Кет, бір, екі, кет. Че, аяқтарын ауырмады ма? Жоқ. Нормально? Оған аяқ қойды. Екінші секірген кезде. Секірмей аяқ қойып жетіп ма? Сафия қалай? Астына олай қыстым. Той бітіп бұл жүр. Сөйлеме деген бұл, да? Бұл бізде өте ұяң қыз. Мен бұл қызды бірінші көрген кезімде ойлағам. Андай орыс мінезді болғанға, орыс мінезді қыздар болады ғой, бір сөйлеп қалған, атак мынандай деп тұратын ғой. Жоқ, ол тұйық қыз екен. Тұйық емеспін ғой. Иә? Басқа жақта, иә? Басқа жақта. Именно орыс коллективте мен... Может. И, короче, қазақша айтқан приколдар түсінбейді. Жоқ, түсінем. Қазақша түсінем, бірақ прям... Мен, бар есі, жаңа мектептің сценарийін жазатын кезде Шынарға идеям былай құрастырамын. Өзім ойнаймын ғой, кез келген адамның образында өзім бір ойнап көремін. И, короче, өзіме өте ма ол тема, оны сценарийге қосам да. Өзіме өтпей ма, оны қоспаймын. Образды бірінші өзім сомдап көремін да. Режиссер адам, мысалы, сценарийді білу керек, актерда бола білу керек, монтажда біле білу керек, сосын светте қоя білу керек, бәрін біле білу керек режиссер адамға. И сол себепті мен бұлардың образын бірінші өзім сомдап көремін.
бұл жердегі жаңа мектептің бүкіл актерлардың образын. Шынарды кім сомдаған шынап беріңізші. шынарды сомдаған кезде мен былай сомдаймын, отырамын да. Дамир, сен білесің ба? Сен осындай болған кезде, келе деген деймін да, сценарий жазамын. Анау деп кіммен кім құшақтасып тұрады. Дамир сомдап беріңізші. Дамир мен Лола құшақтасып тұрады да, Да. и Шынар мына жақта шығады да. Мына жаққа шығады. Дамир, сен оңбағансың деп кетті. Көресің да жаңа неге құшақтырады. Екеуіне де құшақтасып тұр. Аха. Короче, мынақты былай есептейік, короче. Аяққа Дамир ұштап тұр, и сен бүйтіп қарайсың да, и сен эмоцияң бұяққа тығыласың, бүйтіп көресің да өзің. Тұрасың да, короче, бүйтіп тұрасың да. Дамир, сен оңбағансың деген сияқты. Давай. Давай. Көрдім. Дамир, сен оңбағансың. Молодец. Шынар, сен білесің ба? Он деп тұрып ойнайды ба? Короче, отыр қойыңызда, болды ағай. Сондай ма? Давайте дәл осы рөлді сомдап берші, қазір айтқан рөл. Досым, мен қандаймын де, мен тоқамын. Мен қандаймын де. Досым, сен? Мен сенсіз ойбай. киім жоқ. Ойбай. Мен сенсіз киім жоқ қыздаймын ғой. Баса, дәл өшір, баса, давай. Баса, нұрат жеп. Менсіз қандайсың ел? Мен сенсіз киім жоқ қыздаймын ғой, досым. Қызыз безу біләмсің? Шынар, бүгін погода әдем болып тұр екен, бір жаға шықпай тұр да. Қате айттың ғой. Осы видеолар ұнаған болса және келесі видеоның шыққанын қалайтын болсаңыздар, онда осы комментарийға жазыңыздар, қандай тақырыпта шыққанын қалайсыздар. Және Дамир мен Шынарға сұрақтарыңыз болса, оны да жазып кетіңіздер. Және подписация етіп, колокольчикті басып, бізге қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Сіздерге рахмет. Шын жүректен.